Әдебиеттік оқу сабағына қош келдің. Шығармалармен оқып танысуды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сұлтанмахмұт Торайғыров «Шәкірт ойы». Сенің білетінің шығарманың тақырыбы, шығарманың негізгі ойы. Бүгінгі сабақта сенің меңгеретінің шығарманың тақырыбы мен негізгі ойын анықтау, автордың ойын мәтіннен мысал келтіре отырып түсіндіру, өз ой сезімі мен көзқарасын өмірде болған оқиғалармен салыстыра отырып білдіру. Сұлтанмахмұт Торайғыров ақын, Көкшетау облысының Қызылтау ауданында дүниеге келген. Оқып жүрген жастарға, тәліптерге, оқудағы мақсат не, анау-мынау, досыма хат, шығамын тірі болсам адам болып, кешегі түс пен бүгінгі іс шығармаларының авторы. Берілген үзіндіні оқы. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып, күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам, мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Осы жерде қараңғы деп отырған оқымаған, сауатын ашпаған адамды айтып отыр. Надандық дегеніміз білімсіздік, қараңғылық. Жаңағы оқыған үзіндіде шәкірт кім болғысы келеді? Түн болғысы келеді, немесе күн болғысы келеді? Әрине, шығарманың мазмұнына сәйкес шәкірт күн болғысы келеді екен. Жарайсың. Келесі тапсырмаға назар аудар. Үзіндіні бірге оқиық. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып, күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам, мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін, еңбек бейнет тарауы рахатқа сарқылар. Осы үзіндідегі шығарманың тақырыбына сәйкес келетін мақал мәтелді анықта. Төменде мақал мәтелдер берілген. Біріншісі, оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Екінші мақал, ынтымақ бұзылмайтын қорған, қосылып еккен ағаш орман. Өлеңнің мазмұнына сай мақалды анықтадың деген ойдамын. Өлеңнің мазмұнына оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы деген мақал сай келеді. Үзіндіге тағы да назар аудар, бірге оқып шығайық. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып, күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам, мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін, қыздырып күннің қарауы надандық теңізі тартылар. Орны отайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер, тұрмыс тағдыр бірі де бұл мақсаттан бұралмас. Шығарманың негізгі ойын анықтайық. Халқын қараңғылықтан, надандықтан құтқару, білімге бастау, немесе халқын алауыздық, араздықтан құтқару, бірлікке бастау. Үшінші нұсқа, халқын мейірімсіздіктен, қатыгездіктен құтқару, жанашырлыққа бастау. Осы үш ойдың қайсысы шығарманың негізгі ойы бола алады? Анықтап көр.
Бүгінгі біздің шығармамыздың мазмұнына халқын қараңғылықтан, надандықтан құтқару, білімге бастау ойы сәйкес келеді екен. Шығармадағы шәкіртке мінездеме беріп көр. Қай мінездеме сай келеді? Бірінші мінездеме. Білімге құштар, қараңғылықтан құтқаратын, күн болғысы келеді, еліне адал қызмет жасағысы келеді, надандықпен күреседі. Шәкіртке берілген екінші мінездеме. Жанашыр, досына мейірім көрсетіп, жақсылық еткісі келеді, отбасына адал қызмет еткісі келеді, мейірімсіздікпен күреседі. Жауабыңды бірге тексерейік. Әрине, бүгінгі біздің шығармамыздың мазмұнына сай, шәкірт білімге құштар, қараңғылықтан құтқаратын, күн болғысы келеді, еліне адал қызмет жасағысы келеді, надандықпен күреседі. Сен тапсырманы дұрыс орындадың деген ойдамын. Осыменен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сен шығарманың тақырыбы мен негізгі ойды анықтадың. Автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдедің. Өз ой сезімі мен көз қарасын өмірде болған оқиғалармен салыстыра отырып білдірдің. Әдебиеттік оқу сабағы осымен аяқталды.